Қымбатты білім алушылар, жиындарға есептер тақырыбы бойынша есептерді ары қарай шығаруды жалғастырамыз. 1073 есеп. Объектіні өз қалауларымен таңдап алып, 5-19 сурет бойынша есеп құрастырыңдар. Сұрақтарға жауап беріңдер. 5-19 суретте Эйлер Вен дөңгелегі берілген. Осы суретке қарап, мәтін есеп құрастырамыз. Мысалы, сыныптағы 12 оқушы пиццаны ұнатады, ал 7 оқушы торт жегенді ұнатады. Осының ішінде 9-ы тек қана пиццаны ұнатады, ал пиццаны да, тортты да ұнататын оқушылар саны қанша? Ол белгісіз. Және тек қана тортты ұнататын оқушылар саны да белгісіз. Сонымен қатар, сыныпта барлығы неше оқушы бар? Мінекей, біз мәтін есебімізді құрастырып алдық. Енді осыны шартын жазайық. N пиццаны ұнататын 12, келесі N тортты ұнататын 7, пиццаны да тортты да ұнататын оқушылар саны белгісіз. Яғни екеуінің қиылысынан пайда болып тұр, біз қиылысу белгісін салып қоямыз. Сөйтеміз де оны белгісіз деп аламыз. Келесі, тек қана тортты ұнататын оқушы саны да бізге белгісіз. Және сыныпта барлығы біріккен кезде бірігу амал. Қанша оқушы бар? Осыны анықтауымыз керек. Шешуі. Бірінші орындалатын амалымыз 12-ден азайтамыз тек қана тортты жақсы көретін оқушы санын. 3. Бұл пиццаны да, тортты да ұнататын оқушылар саны. Екінші амалымыз 7 азайту 3. 4. Бұл тек қана тортты ұнататын оқушылар саны. Үшінші амалымыз сыныпта барлығы қанша оқушы бар? Оны анықтау үшін біз пицца мен тортты ұнататын оқушылардың бірігуін аламыз. Тең. Тек қана пиццаны ұнататын оқушы 9, екеуінде ұнататын оқушы 3, тек тортты ғана ұнататын оқушы 4. Барлығын қосатын болсақ 16. Жауабы. Біз мәтін есепте 3 сұрақ белгісін қойған болатынбыз. Олай болса, бірінші сұрағымыздың жауабы пицца мен торттың қиылысуынан пайда болған n элементтер саны бізде 3. Ал тек тортты ғана ұнататын оқушылардың элементтер саны ол 4. Ал сыныптағы барлық оқушылар саны бірігуінен шығып отыр. 16 оқушы. 1074 есеп. Сыныптағы 15 оқушы көркемөнерпаздар үйірмесіне қатысады. Олардың ішінде 9 оқушы домбыра тартады, 10 оқушы өлең айтады. Неше оқушы домбыра да тартады, өлең де айтады. Осыны Эйлер Вен дөңгелектері арқылы кескіндеңдер. Ең алдымен Эйлер Вен дөңгелегін сызып алайық. Енді берілгенін жазайық. Барлығы сыныптағы оқушы саны 15. Олардың ішінде 9 оқушы домбыра тартады. Элементтер санымен жазатын болсақ, 9 оқушы домбыра тартады.
ал өлең айтатын оқушылар ол 10 оқушы. Енді бізге неше оқушы домбырада тартады, өлеңде айтады. Яғни екеуінің қиылысуынан домбыра мен өлең айтатын оқушылардың қиылысуынан қанша оқушы домбыраны да тартып, өлеңді де айтады. Соны анықтауымыз керек. Шешуі. Бірінші орындалатын амалымыз сыныптағы барлық 15 оқушыдан біз домбыра тартатын оның ішіндегі 9 оқушыны азайтамыз. 6. Бұл тек домбыра тартатын оқушы саны. Яғни біз Эйлервен дөңгелегімізге 6 санын жазып қоямыз. Екінші, барлық 15 оқушыдан оның ішінде 10 өлең айтатын оқушыны азайтатын болсақ, 5 шығады. Бұл тек өлең айтатын оқушылар саны. Вен дөңгелегіне, Эйлервен дөңгелегіне біз 5 санын жазып қоямыз. Енді үшінші амалымыз біз осы тек қана домбыра тартатын мен өлең айтатын оқушылар санын қосып аламыз. Ол 11 болады. Енді төртінші амалымыз сыныптағы барлық 15 оқушыдан осы 11-ді азайтатын болсақ, бізде 4 оқушы шығады. Сонда есептің жауабы 4 оқушы домбырада тартады, өлеңде айтады. Оны біз екеуінің қиылысуына жазамыз. Енді қайтып тексеріп көретін болсақ, 6 оқушыны 4-ке қоссақ 10, 10-ға 5-ті қоссақ 15. Бастапқыдағы барлық 15 оқушымыз шықты. 1075 есеп. Сыныпта 32 оқушы бар. Олардың ішінде 17 оқушы маркалар жинаса, 12 оқушы төсбелгілер жинайды. Сыныптағы 8 оқушы коллекция жинаумен айналыспайды. Сынып оқушыларының нешеуі маркаларды да төсбелгілерді де жинайды. Барлығы 32 оқушы. Олардың ішінде 17 оқушы марка жинайды. Ал төсбелгі жинайтын оқушы саны 12. Сыныптағы 8 оқушы коллекция жинаумен айналыспайды. Коллекция жинаумен айналыспайды. 8 оқушы. Нешеуі марканы да, төсбелгіні де жинайды. Шешуі. Элементтер санын жазып алайық. N марка жинайтын элементтер саны 17, төсбелгі жинайтын элементтер саны 12. Бізде барлығы марка жинайтын мен төсбелгі жинайтын оқушылардың бірігуінен пайда болған элементтер саны 32-ден 8 оқушы, яғни ешқандай коллекция жинаумен айналыспайтын оқушы санын азайтып тастаймыз. Сонда бізде 24 шығады.
Енді N марка жинаумен, төсбелгі жинаумен айналысатын оқушылардың, яғни қиылысуын анықтау үшін біз N марка жинайтын оқушылардың элементтер санына N төсбелгі жинайтын оқушылардың элементтер санын қосып, N марка жинайтын мен төсбелгі жинайтынның бірігуінің элементтер санын азайтып тастаймыз. Сонда орындарына келіп қоятын болсақ, M марка мен төсбелгінің қиылысуын анықтау үшін NM, яғни марка жинаған элементтер саны 17 оқушы, ал төсбелгі жинаған оқушылар саны 12, ал марка мен төсбелгі жинаған оқушылардың бірігуінің элементтер саны ол 24. 17-ге 12-ні қоссақ 29, 29-дан 24 азайтсақ 5. Жауабы 5 оқушы. Бізде марканы да, төсбелгіні де жинайды. Енді осыны Эйлер-Вен дөңгелегінде белгілеп көрсетейік. Марканы және төсбелгінде жинайтын оқушылар саны 5, ал төсбелгі мен марканы жинайтын оқушылардың саны 12 және 7. Тексеріп көрейік. 12-ге 5-ті қоссақ 17, 17-ге 7-ні қоссақ 24. Яғни бізде бастапқыда 32 оқушы болған, одан коллекция жинамайтын оқушыны алып тастаған кезде 8 оқушыны бізде 24 болған. Яғни бізде Эйлер-Вен дөңгелегінде 24 оқушымыз шығып тұр. 1076 есеп. Нысандарды өз қалауларымен таңдап алып, 5-20 сурет бойынша есеп құрастырыңдар. Суреттегі сұрақтарға жауап беріңдер. 5-20 суретте Эйлер-Вен дөңгелегі берілген. Оқушылар, осы Эйлер-Вен дөңгелегіне қарап отырып, берілген сан мәндер бойынша өзіміз ойымыздан мысал есеп құрастырайық. Яғни мәтін есеп. Сыныптағы оқушылардың 11-і сурет салу үйірмесіне қатысады, ал 15-і домбыра үйірмесіне барғанды ұнатады. Олардың ішінде 5-еуі домбыра үйірмесіне барғанды да, сурет салу үйірмесіне барғанды да ұнатады. Сыныпта барлығы неше оқушы бар? Неше оқушы сурет салу үйірмесіне барғанды ұнатады? Неше оқушы домбыра тартуғанды ұнатады? Енді шартын құрайық. Элементтер саны сурет салуға баратын оқушылардың саны 11, ал домбыра тартуға баратын, яғни ұнататын оқушылардың саны 15. Бізге N сурет салу мен домбыра тартудың қиылысуындағы элементтер саны берілген 5. Табу керек N сурет салу үйірмесіне ғана баратын тек қана оқушылардың санын табу керек. Тек қана домбыра үйірмесіне баруды ұнататын оқушылардың санын табу керек. Және осы сурет салу мен домбыра тарту үйірмесіне баратын оқушылардың барлығын, яғни бірігуін табу керек. Енді шешуін орындайық.
шешуі. Бірінші орындалатын амалымыз сурет салатын тек қана сол үйірмеге барғанды ұнататын оқушыны анықтаймыз. Ол үшін 11-ден сурет салумен домбыра үйірмесіне баратын оқушылардың саны 5-тен азайтамыз. 11 азайту 5 тең 6. Бұл тек сурет салу үйірмесіне баратын оқушылардың саны. Екінші амалымыз n домбыра тартатын тек қана оқушылардың санын анықтау үшін 15-тен домбыра тартуға және де сурет салуға баратын оқушылар саны 5-тен азайтамыз. 10. Бұл тек домбыра тартатын оқушылардың саны. Үшінші амалымыз осы сурет салу мен домбыра тарту үйірмесіне баратын оқушылардың барлық саны, яғни бірігуін табуымыз керек. Ол үшін тек сурет салуға баратын, яғни сол үйірмені ұнататын оқушылардың саны 6-ға қосамыз. Тек домбыра тартатын оқушылардың санын қосамыз және де оған домбыра тарту үйірмесі мен сурет салу үйірмесіне баратын оқушылардың саны 5-ті қосамыз. 6-ға 10-ды қоссақ 16, 16-ға 5-ті қоссақ 21. Жауабы 21 оқушы бұл барлық оқушы саны. 21 оқушы барлығы. Енді осы берілген анықталған сан мәндерді Эйлер-Вен дөңгелегіне апарып қоятын болсақ, бізде 6 оқушы тек қана сурет салу үйірмесіне барғанды ұнатады, ал 10 оқушы тек домбыра тарту үйірмесіне барғанды ұнатады. Ал екеуіне де, яғни екі үйірмеге де барғанды ұнататын оқушының саны ол 5. 6-ға 5-ті қоссақ 11, 11-ге 10-ды қоссақ, яғни барлық ізделініп отырған оқушының саны шықты. Бізде Эйлер-Вен дөңгелегінде мына сұрақ белгінің орнында жауабы 21 шықты. 1077 есеп. Себетте алма, алмұрт және шабдалы бар. Осы жемістердің әрбір екеуінің ғана массаларының қосындысы 450 грамм, 350 грамм және 400 грамм. Себеттегі жемістердің әр қайсының массасы неше грамм? Есептің шартын құрайық. Алма А деп берілейік. Алмұрт Б деп берілейік. Шабдалы С деп берілейік. Енді есептің шарты бойынша әрбір екеуінің ғана массасының қосындысы берілген. Олай болса, біз А, яғни алмаға, Б, алмұртты қосатын болсақ, 450 граммды құрайды. В, алмұртқа, С, шабдалыны қосатын болсақ, 350 граммды құрайды. А, алма мен С, шабдалыны қоссақ, ол 400 граммды құрайды. Енді шешуін орындайық. Біз мына құрылған өрнектің сол жағын және оң жағын қосып шығайық.
А қосу В қосу В қосу С қосу А қосу С. Теңдіктің оң жағында қосып шығайық. 450 қосу 350 қосу 400. Енді теңдіктің сол жағында А 2 рет, В 2 рет, С 2 рет. Осы жерде ұқсас мүшелерді біріктіреміз. А 2 болғандықтан 2А, В 2 болғандықтан 2В, С 2 болғандықтан 2С болады. Яғни қосып атырмыз. Тең 450-ді 350-ге қоссақ 800, 800-ге 400-ді қоссақ 1200. Енді 2 саны біз ортақ көбейткіш етіп жақша сыртына шығарамыз. Жақшаның ішінде А қосу В қосу С қалады. Тең 1200. Енді теңдеуді шешеміз. А қосу В қосу С тең 1200-ді 2-ні көбейтуге кері амал етіп, теңдіктің оң жағына бөлу етіп өткіземіз. А қосу В қосу С тең 600 болады. Енді бізге бастапқыдағы берілген 2 жемістің массасы А қосу В тең 450. Бұл жерде біз С-ны анықтайтын болсақ, яғни шабдалының массасын анықтайтын болсақ, үшеуінің массасының қосындысы 600-ден біз азайтамыз. 600-ден азайтамыз. Екеуінің қосындысының массасы, яғни 450-ді. Тең 150 грамм шығады. Бұл бізде С, яғни шабдалы. Келесі А алманы табу үшін үшеуінің массасы, яғни 600 болған, сол 600-ден азайтамыз. Екеуінің массасын В қосу С, яғни ол 350 болған. Екеуін азайтатын болсақ 250 грамм шығады. Бұл бізде алма. Енді В-ны табамыз. Алмұртты. Үшеуінің массасы 600-ден, екеуінің массасы 400-ді азайтамыз. Яғни алма мен шабдалының массасының қосындысын. Сол кезде бізде 200 грамм шығады. Бұл бізде алмұрт. Енді жауабын жазайық. Жауабы себеттегі жемістердің әрқайсының массасы, яғни бізде 250 грамм алма, 200 грамм алмұрт, және 150 грамм шабдалы. Осымен оқушылар, біз есептің барлығын қарастырып болдық. Егер де видео сабақ ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар. Және де достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Пайдалы білім болсын. Сау болыңыздар.